Қазіргі таңда сіздерде Сунағата, Манап, Байгенже, Қыргенше, Өзген, Түменар неге қатынап жұмыс істейді? Неге қатынап жұмыс істейді? Онда қандай жұмыс болады? Ауылдың адамдары бұл кісілерді таппайды. Оның бәрін білеміз ғой. Басқасында жүрдік қой. Ауданға кеттік деп кетеді. Аудан әкім шақырып еді, күнде шақыратын, таусылмайтын жиналыс болып, пайдасы жоқ деп қойып бітті соны. Таппайды бұлар. Жиналыс жоқ, үйінде болады. Неге көшіп бармайды? Онда ауданның орталығын ауыссын, басқа жұмысқа. Сол ауылда тұратын, сол ауылды дамытатын шырылдап, басқа азаматты сайласын халық. Ұсыныс беріңіздер. Сіздер де естіңіздер өздеріңіз. Бірнеше рет тапсырылды. Әлеуметтік желіден оқып отырсыздар, теледидардан көріп жатсыздар. Ауданның әкімі айтты, неге көшіп бармайсыздар? Сізге 10 күн уақыт мына кісілердің барлығы көшіп барып сол жақта жұмыс жасайтын болсын. Болмаса, босатып, басқа азаматтарды сонда сайлаңыздар. Халыққа ұсыныс беріңіздер. Олай ма? Халықтың өзі де қуанады осы әңгімені айтсам. Солай ма омеке? Неге қатынап істей берсін дей ма? Айтыңыздар шындығын. Енді халықтың өзі де қуанбай ма? Бірге тұрса, арасында жүрсе соның отымен кіріп, күлімен шығып. Солай емес пе? Сунағатада не? Мынау деген тоже 30 шақырым. Қалай қатынап жұмыс істейді түсінбеймін. Жолда бір бәле болса, ертең Мұрат жолы дейсіз. Сіз жауап бересіз ғой, отыра беріңіз. Сіз жауап бересіз ғой ертең. Жолда бір нәрсе болса, сіз жауап бересіз ғой.